Қайырлы күн, Серт Информ YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біздің YouTube арнаның мейманы, құрмет және парасат ордендерінің иегері, қоғам қайраткері, белгілі саясаткер Бөрібай Бекқожаұлы Жексенбин. Бөрібай аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Мынау 25 қазан бізде республика күні тойланады. Өзіңіз білесіз. Енді осы бұның алдында біз тәуелсіздік күн тойлайтын едік 16 желтоқсанда. Енді оны алып тастап республика күнін қойдық. Жалпы осы республика күн мен тәуелсіздік күннің арасында не айырмашылық бар? Енді негізі мен ойымша алдыменен республика күні бізге маңыздырақ па деп ойлаймын. Оның осы былтырдан бері қарай қайтадан өзінің орнына келтіріп, бұны мереке ретінде әрбір Қазақстан азаматы, әрбір қазақ мерекелеуі бұл орынды нәрсе. Бұл да қаншама уақыттан бері қарай қазақтың ойында, қазақтың арманы, мақсаты еді ғой. Сол үшін бұл өте маңызды мереке деп ойлаймын. Тәуелсіздік, егемендік алу дегенде оңай шаруа емес. Ол барлық ендігі болашағымыздың, біздің жастарымыздың, кейінгі ұрпақтардың жарқын жолмен жүру үшін, соған заманға сәйкес бұл балаларымыздың, жастарымыздың өзінің ойы, деңгейі, білімі, өрісі бәрі де сәйкесіп, осы тек қана тәуелсіздіктің арқасында, егемендіктің арқасында ғана өзінің орнын мынау әлемдік деңгейде орнын алатындығына біз бүгін кәміл сенімдеміз. Жалпы осы республика күнінің тарихи маңызы қандай? Енді бұны сұрап отырғаным, сіз мынау тәуелсіздікке дейінде билік басында болдыңыз, тәуелсіздік жылдарында да халықты басқардыңыз, осы екі ортаның бәрін бастан өткерген адамсыз ғой. Жалпының тарихи маңызы қандай? Енді әрине өте айырмашылығы бар. Өйткені себебі біздер енді бұрынғы кеңес өкіметінің кезінде де қызмет атқардық. О кезде де осы халық, осы ел, мына қазіргі алдыңғы ағымдағы есейген азаматтар ғой, халықтың тұрып жатқандығы. Енді 16 жылдай сол кеңес өкіметінің тәртібімен, кеңес өкіметінің конституциясымен, кеңес өкіметінің заңдарыменен, кеңес өкіметінің белгілі қызмет жасау, ел басқару, аудан басқару, мекемелер басқару, завод, фабриканы басқару, облыс деңгейіндегі басқару, ол бөлектеу. Бөлектеуіміз бөлек, өйткен себебі жоғарыдан түсетін заң, инструкция, қағида, онан өзгерте алмайсың. Бірақ оның өзі кеңес өкіметі кезінде қисынсыз, орынсыз нәрселер қабылданған емес. Соның өзінде қызмет істеп, белгілі деңгейде мынау елдің әлеуметтік жағдайының бәрі де дұрыстала бастауы, кейінгі мына 70 жылдары, 74-76 жылдары мынау бұрын социализм құрып келген 70 жылдары кеңес өкіметінің билігіменен дамыған социализм сатысына өттік. Солай деп айтылған уақытысында. Енді тіпті 80 жылы коммунизм болып болады депті, сондай миымызға құйып тастаған. Біз өзіміз ол өзінің сол кезде кеңес өкіметінде дұрыстығы жоспар болатын. Енді белгілі бір деңгейден, саяси деңгейден жоғарылаған сайын өзгермесе, жалпы халық үшін тұрмыс құру, өзінің еңбегі болса, тұрмыс жағдайын жақсарту үшін тек қана жаңағы берілген жұмыс қызметін белгіленген
еңбекақы, одан сен асып та кетпейсің, төмендемейсің. Жалпы елдегі халықтың 95%, былайша 90-95-тен жоғарысы бәрі біркелкі өмір сүрді. Былайша айтқанда көйлек көк, тамақ тоқ, заман тыныш. Солай жеке адамдардың инициативасы, оның ары қарай жұмысты жақсартып жіберу, жаңалық ашып, болмаса сол арқылы өзінің әлеуметтік жағдайын жақсартып, болмаса шектен тыс байып кетіп, онда жоқтығын. Онда ол қағидаға келмейді. Елмен бірдей болуын керек. Ал өзіміздің қазіргі заманымыз егемендік алғаннан кейін, өзіміздің мемлекетіміз құрылғаннан кейін, өзіміздің Қазақстан Республикасы болғаннан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін, өзіміздің президентіміз, өзіміздің өкіметіміз, халық өзгеріп, сол жаңа қоғамға, жаңа қазаққа, Қазақстанға арналған жаңа заңдардың, жаңа конституцияның, әр саланың заңдары болуы, ол міндетті түрде жақсы мүмкіншілік берді. Әрине, жоғары деңгейде жаңа гербтің, қаражаттың, границаның, шекараның бекуі, елтаңба, ту, ол атрибуттар болуы міндетті түрде. Әрбір қазақ, әрбір Қазақстанды кеудесін ұрып, ай, жеттім ба мына заманға дегендей. О кезде алғашқы 3-4 жыл, былайша айтқанда, қазақта есеңгіреп, мынау рас па өтірік па, мына жағдай. Мынандай тәуелсіздік келді, егемендік келді деген біраз жүрді. Ал уже 3-4 жыл өткеннен кейін 94-95-тен ары қарай оның дәмі тым ашы, ауыр екендігін біле бастады. Қиын күндер басталды ғой өйткені. Өйткені себебі бұрынғы бірде ет, қазір өзің еңбек етуің керек. Өзің тапқан таянғаныңды, бала шағаңды асырау үшін, былайша айтқанда, үлкен жұмыс жасау керек. Оның өзі тек бостан босқа келмейтіндігі белгілі бола бастады. Ал о кезде жаңағы кім біреудің жақсы болып кеткендігін көреді. Жалпы бұрын кеңес өкіметі 15-16 республика бөлек-бөлек болып кетті. Шетел кіммен сөйлесетінін білмейді. Мысалы біздің Жамбыл облысының саясатына, экономикасына келетін болсақ, бұрын Қазфосфат қаншама Европаның бірнеше мемлекеттеріне, Қытайға дейін өзінің өнімдерін шығарып жатты. Ал жаңа заман келді, заводтар, олар кіммен сөйлесетін, завод фабриканың иелері өзгеріп жатыр, қалай сөйлесетін, қандай деңгейде келісім шарт жасайтындығын, және тіпті завод фабрикалар өзінің шығаратын өнімін шығара алмай қалды. Негізгі активтердің бәрі болған күннің өзінде де. Бар нәрсені қайда өткізеді? Өткізе алмай қалды. Мен дәл сол кезде мынау Жезқазған облысы әкімінің, әкім дейміз ғой, енді бірінші орынбасары болып тұрдым. 94 жылы, 92-93-те мынау Samsung келді. Мынау басқарушылыққа алып, мынау Жезқазған Цветмет дейді о кезде, Жезқазған кен байыту комбинатын тұралап қалды. Тура біраз уақыт. Не істеу керек? Бұрынғы ғимараттар, бұрынғы оборудованиялар, заводтар, бәрі түгел жұмыс жасап тұр. Шахталарда. Шахтының астындағы техникалар, мысты алатын оборудованиялар, жұмыс істейтін адамдар да бар. Бірақ соны жүргізетін қаражат жоқ болып қалды. Сондағы Samsung-тың бірінші жасаған қадамы $100 миллион алдыменен жаңағы бірінші ресурсты алу керек қой, сырьені, шикізатты.
сояқтағы шикізатты алатын механизмдар, машины, мынау технология, оборудование соларды жүргізіп, мынау жүректен қан жүргізгендей, содан барып ары қарай дамытты. Міне біздің қоғам міне сондай қиын уақыттан өтті ғой. Одан кейін еңбек жасау үшін тек қана шенқұры ақылсыз еңбектен ештеме келмейді. Мынау организационный юридический формалар өзгеріп, неше түрлі жаңағы серіктестіктер деді, жауапкершілік серіктестік, производство, өндірістік кооперативтер деді, акционерлік қоғам деді, шаруа қожалығы деді, мен анда ауыл шаруашылығында. Ал енді мынау өнеркәсіп жақта завод, фабрика, акционерный общество, холдингтар, концерндар пайда бола бастады. Міне сөйтіп басқару формасы өзгеріп, оның әр фабрика, завод, концерн, жаңа холдингтардың шаруашылық, өндірістік, құқықтық формалар өзгеріп жатты. Өте үлкен нәрсе. Соған байланысты оның қоғаммен қарым-қатынасы, өзінің мынау компаньондармен қарым-қатынастары жаңа Қазақстанның шыққан жаңа заңдарға сәйкестендіріліп жасалына бастады. Осы этаптардың бәрін өту оңай болған жоқ. Сондықтан біраз қиыншылықтар елден өтті. Жаңағы әсіресе ең қиын уақыттарды енді мынау 96, 97, 98 жылдар болды ғой. Қазақстанда тіпті мынау валюталық резерв деген болған жоқ. Берісі 6 ай, арысы 1 жыл барлық облыстарда бүткіл әлеуметтік салада істеп жүрген құқық қорғау органдары бар. Мынау бүткіл бюджеттен төленетін қызметкерлердің бәріне де зейнеткерлердің мынау пенсиялар берісі 6 ай, ары 1 жылға дейін алынбай жатты ғой. Міне құлдыраған деген сол бетті. Сол кезде сондай қиыншылықтарды жеңу оңай болған жоқ. Сол кезде сол заманда жаңағы осының бәріне қан жүгірту үшін заңдылық керек қой. Мемлекет болғаннан кейін темірдей тәртіп керек болды. Тәртіп өз алдына. Бірінші осы қимылдың бәрін жүргізу үшін, жан-жағымен жұмыс жасау үшін, қоғамның жүрісті тұрысына, өмір сүруіне, қалыптасуына, өндірісті жүргізуге бәріне заңдылық керек болды, заң керек болды әр нәрсе. Солардың бәрі шұғыл түрде сол кездерде шығып жатты бірінен соң бірі. Оны түсініп, оны пайдаланудың өзі оңай болып жатқан жоқтығын. Міне соның бәрі тіптен 93 жылы жаңа өзіміздің валютамыз, ақшамыздың кіруінде біраз уақыт оңай кірген сәттен бастап кішкене экономикаға қан жүгіре бастады ғой. Міне сондай уақыттардың бәрін өткізу үшін жаңағы қазақ егемендік алу керек болды, тәуелсіз болу керек болды, республикамыз болды. Міне содан кейін әрбір уақыт өте келе әр нәрсе орнына келіп, Құдайға шүкір, біз қазіргі бүгінгі күннің деңгейіне жетіп отырмыз ғой. Әрине, біздің жететін биіктігіміз бұдан экономикалық, әлеуметтік жағдайымыз бұдан да жоғары болу керек екендігі бүгінгі күні белгілі болып отыр. Бірақ та системаның дұрыс болмай, басқару системасындағы керебе қайшылық, кейбір мынау елеңсіз шаруалардың бәрі осы біраз былай сырттай қарасаң бәрі тамаша жүріп жатты. Ал іштей мылтықсыз ма? Дегенмен де осы барлық кемшіліктерді сіздерде, біздерде бәріміз білдік те, білмейтін де болдық алғашқы уақытта. Енді ойлаймын, осы мынау жаңа Қазақстан деп жатыр. Дәл жаңа Қазақстан, жаңа өркендеу үстінде келген уақытта мынау әлемдік дүрбелең, мынау геосаясат деген бір сұрқиялы заман келе жатыр. Заманның қалай болып
қалатындығына бір адам кепілдік бере алмайды. Дегенмен әр мемлекет өзінің ішкі барлық әлеуетін пайдаланып, өзінің экономикасын, финанстық жағдайын түзеу керек. Оған Қазақстанның мүмкіншілігі жетеді. Енді балалар да оқып жатыр, бәріңіз де білесіздер, Қазақстанда не жоқ, бәрі бар. Бәрі бар. Бірақ осыны орнынан келтіріп, дұрыс пайдаланып, халықтың игілігіне жұмсау, ол үлкен саясат, үлкен жұмыс. Бұл біздің алдағы уақытта бәр орнына келіп, халықтың игілігі бұдан әлі көтеріледі деген ойдамыз. Мысалға, жалпы ішкі өнім енді ол 12 мың, 13 мың доллар деп жатады. Ал енді европалықтар осыдан 2-3-4 есе алда. Араб мемлекеттерін тіпті айтпай-ақ қояйық. Ол енді халықтың деңгейін білдіреді. Мемлекеттің халқы қандай деңгейде өзінің жағдайына шығарған өнімдерімен, істеген істерімен, жалпы ішкі өнімнің бәрін жалпы есептегенде қандай деңгейде қаражатқа салғанда өмір сүріп жатыр дегені. Осы жағына қарағанда біз әлі көп төмендеу деңгейдеміз. Бұның әлі орнына келетін уақыт келеді. Енді жалпы Бөрібайға өзіңіз білесіз, біз кейде осы бір ұраншыл болып кетемізді. Қазір бәрі жаңа Қазақстан деп жатады. Біз сонда бұрын жаман Қазақстанда өмір сүрдік па? Ол жаман Қазақстан болған жоқ. Бірақ жұмыс жасалды, завод, фабрикалар жұмыс істеп тұрды, ел орнында тұрды, ауыл шаруашылығы жұмыс істеп тұрды. Бірақ бар нәрсені орнымен жұмсай алмай, соның қызығын көре алмай кеткен заман болды ол. Қазіргі халықтың ашу-ызасының нәтижесі ғой енді сол кездегі әрекеттердің. Қазір мысалға жаңа Қазақстан деп айтқалы уақыттан бері қаншама реформалар жүргізіп жатыр. Мынау саяси реформаның өзі бүгін алдымызға мына күрішкемен су әкеп қойғандай шаруа емес. Әрине. Ол заңды шығару саяси реформаны. Ол саяси реформаны халықтың тілегіне, тілеуіне, халықтың өмір сүру салтына, жағдайына икемдеп әкелуі, конституцияға өзгерістер енгізуі, мынау құқықтық саладағы, заңдылық саладағы өзгерістердің, мынау биліктің басқару саласындағы, мынау представительный орган айтады. Басқарушы орган мынау депутаттарды сайлау, жергілікті жерден бастап жоғарғы парламентке дейін сайлау, барлық системаның өзгеруі осы халықтың жағдайын дұрыстау үшін. Негізгі көз мемлекетті билеу халық екендігі. Мемлекеттің халықтың жағдайы, әлеуметтік, тұрмыстық жағдайы дұрыс болу үшін ол осы қазақтың жеріндегі, Қазақстанның жеріндегі жерге ие болуы, жердің қойнауындағы барлық байлыққа, шикізатқа ие болуының бәрі міне сондай құқықтар берілуі осы халықтың болашағы істелініп жатқан шаруа. Енді бізде дұрыс айтасыз, салынған дүние өте көп болды. Бұл біз тарихқа сәл көз жүгіртетін болсақ, ол әлі тарихқа еніп үлгерген жоқ. Бұның бәрінің басы-қасында біз Нұрсұлтан Әбішұлын айтпай кете алмаймыз. Өйткені біз ол кісіге шекараны бекітіп берген үшін де рахмет. Мен жалпы егер ол кісіні өмірде көретін болсам, мен айтар едім: Нұрсұлтан ата, менің соғыссыз бақытты балалық шағымыз үшін сізге рахмет дейтін едім. Егер бір күндер сіз ол кісімен осы бетпе-бет жолықсаңыз, әңгімелеріңіз қай тақырыпта өрбуі мүмкін еді? Саясат па, жоқ әлде зейнетке шыққан мынау саяси аренаның желігін шағып майын ішкен саясаткерлер туралы болатын беді әңгімелеріңіз? Жалпы не туралы? Сөйткені сол трамплиннен өттіңіз, сол уақыттарда ел басқардыңыз, көрдіңіз ғой. Жоқтан бар болған Қазақстанды бірге жасаған адамдардың бірі ретінде ол кісімен кездескен кезде не айтар едіңіз? Жалпы мемлекет құру деген оңай
жұмыс емес. Біз енді бұрын патшалық империяның боданында болдық. Қазақ өзі 500 жылдың ар жақ бер жағында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған уақыты бір 100-150 жыл ғана. 1464-67 жылдарда әр сипат айтып отыр ғой, бірақ Керей Жәнібекпен хандық орнатқаннан 50-60 жылға дейін соғыс жан-жағынан. Мына өзіміздің осы Шу бойындағы хандықты орнатқаннан Қозыбасының, енді тарихта белгілі. Одан кейін мынау аумақты халықты билеу керек қой, басқару керек, ел болу керек деген сияқты. Ол жайлап, одан хандар содан бастап, олардың балалары, тұқымдары жайлап, мына Ташкентке, Сайрамға дейін жаулап барды, соғысып барды, оңай емес оны. Ары қарай, мына кейінгі бұрынғы хандарымыздың бар осы территорияны келтірді. Оның бәрі қазақ бекер айтпайды, қылыштың не дейді қазақ айтады, қылыштың ұшымен, найзаның ұшымен қорғап қалды. Солай қорғау емес, жаулап алдық өз территориямызды басқа халықтардан, елдерден. Басқа халық емес, халықтың бәрі бірі ғой. Хан тұқымдары өздері билеп, әртүрлі өздері жеке мемлекет құра бастады ғой. Содан қазақтың ежелгі жерлерін қорғап алды. Содан кейін барып бір 100-150 жыл тыныштық орнады. Ол сол хандардың ішіндегі есте қалмай жатқандарын қаншама. Біздің білетініміз Керей Жәнібек, Есім хан, Жаңғыр хан, Қасым хан, Хақназар, Әз Тәуекел, ал ортасындағы енді бар ғой олардың бәрінде де. Одан кейін мынау қалмақ жоңғар шапқыншылығына ие болып 200 жылда ол тағы бір. Одан кейін 150 жыл патшалық Ресейдің боданы бар. Боданы келді. Одан кейін Совет Кеңес одағы большевиктер келіп, ол мына 90 жылға дейін 17 жылдан бастап. Сонда жалпы, енді қараңыз, 500 жылдың ішінде бір 150 жыл алып тастағанда қалған енді 354 ол деген жалпы біздің мына территориямыздағы тұрған қазақ халқының, қазақ о кезде, қазақ мына кейінгі араласқанның бәрі кейінгі ғой, мынау психологиясын өзгертіп жіберді. Мінез құлқын өзгертіп жіберді. Салт дәстүрін өзгертіп жіберді. Дінге дейін өздіріп, жазуымызға дейін бәрін бірнеше өзгертті. Тек қана әйтеуір тілді жойылмады. Ділді жойылмады. Қараңызшы. Енді осыдан заман өзгеріп жатады. Құламайтын империя жоқ. Уақытысы келгенде қандай ғұлама, Рим империясы да, Осман империясы да, Наполеон империясы да бәрі құлдырады. Құлдырайды, уақытысы келеді, жаңа заман туады, жаңа халық, жаңа ой өріс өркендейді дегендей. Содан өзіміздің Қазақ мемлекеті, Қазақ республикасы құрылған кезде, және оның тәуелсіздік егемендігі алып жаңа құрған кезде, соны аяғынан тұрғызу, мемлекет құру деген оңай шаруа емес. Ол кезде психология қазақтың өзі мынау қалай болады? Бұл енді не істер екенбіз? Қандай жолмен жүреміз? Деп. Ал мемлекет болудың, тәуелсіз болудың, егеменді болудың бәрінің өзінің атрибуттары бар. Жаңағы айтып отқаныңыздың бәрі де бірінші атрибут не? Қаражаты болу керек, ел таңбасы болу керек, ел туы болу керек. Рәміздер мәртүгел болу керек. Рәміздер, олар міндетті түрде болу керек.
шегенделген, бегенделген шекара болу керек. Әрине, ол мемлекет болғанда міндетті түрде болатын шекара. Ол ықылым заманнан бар нәрсе шекара, оны жаңағы біздің бабаларымыз белгілеп кеткен. Сол кезден белгіленген жерлер ғой. Бірақ заман өзгерген сайын, мына қазіргі заманда берісі үйіңнің границасын белгілеп береді, қай жер болмасын. 10 сотық, 20 сотық деп. Ал мемлекеттің деңгейінде белгіленген жан жағындағы көршілерменен бекеттелген столбыларменен шекараң болу керек. Ол жер шартында солай принято қазір. Бұрын болмаған. Так? Жүре беруге де болады. Соның бәрі міндетті түрде болу керек. Мына осының істелуі бұрынғы ата-бабамыздың белгілеп берген жерлерін қазіргі заманның талабына сай ешкімнің шатағы жоқ. Жан жақтан орыс та қарамайды, Ресей мемлекеті, мына жақтан Қытайда, мына оңтүстік жағымызда, мынау менің жерім еді деп айта алмайды енді. Бұл бүгінгі тарихи ең аса маңызды шаруалардың бірі. Ал одан кейін құрылды мемлекет, ал ел жақсы тұру үшін не керек? Экономика болу керек қой. Экономика болу керек. Экономика деген сөз, ол адамның ағзадағы дүріп жатқан қан тамырының бәрін жүргізетін ақша қаражат табу жұмысты. Міне осы мәселе. Осы барлық жерде өзінің әлеуетіне қарай жүріп жатты. Мысалы, қарап отырсаңыз, бір жерде ерте жүрді. Мысалы, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан мұнай бар. Алдымен бизнесмен қайда келеді? Үлкендер келді ғой, алпауыттар. Мұнайға? Мұнайға келеді. Одан кейін қайда келеді? Көмірге келеді, электроэнергияға келеді, алтынға келеді. Қазба байлықтарға келеді. Иә, мысқа келеді. Так? Одан кейін барып, мысалға, мына үлкен қалалар, Астана, мына Алматы сияқты, Қарағанды сияқты, мына үлкен мегаполистардың маңайында шоғырланған ғой елдер. Так? Осындай жерлерге келіп орналаса бастайды, өзінің бизнесін жүргізуге. Мысалға, біздің Тараздың өзін, Жамбыл облысын алсақ, біздікі жаңағы мен айтып отқандай, алдымен сол жақтың бәрі бекіп шегендеп отқан, біртіндеп жылжып өзі біздің облысқа да уже 2000 жылдардан бастап келе бастады. Оның 90 мен 2000-нің ортасында тек қана өзінің біздің ішкі бизнесмендеріміз, кіші, орта бизнестің дамуы болды. Так? Міне осы үлкен алпауыттар келіп, экономиканы көтере бастады. Ал ол алпауыттардың келуінде мәселеде. Біздің қазақтың шикізатын, мұнайын, газын, жаңа мұнайды пайдалану басқа. Соны келісім шарт, үлкен халықаралық келісім шарттарды, ол бүгін ғана айтылып жатыр ғой, бұрын білмейтін бізде. Мысалға, үлкен алпауыттар договор келісім шарттағанда облыстың көлемінде бәрі үкіметтің деңгейінде жасалынатын. Так? Сонда олар біздің жаңадан мемлекет құрып атқанымызды, өзіңе пайдалы, керекті жақтарды, ұтымды жерлерін келісім шартқа шегендетіп сала алмайтынымызды пайдаланып, қисыныз өздеріне пайдалы келісім шарттар жасап, көп қаражаттың бәрі сояққа кетіп жатты. Енді кейінді айтып жатыр, сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы алдымен экономика, содан кейін саясат деді. Ал енді сол экономика қисынсыз болсын, жақсы болсын, нашар болсын, но қандай жағдайда болмасын, ол керек еді. Адам
былай жай қарапайым адамның деңгейіне келгенде қалтаңда ақшаң болмаса саған көшеде кетіп барып ешкім сәлем бермейді. Ол рас, иә. Сондықтан алдыменен қаражат табу керек болды. Халықты қиын жағдайдан алып шығу керек болды ғой. Мәселе қайда? Мысалға, любой мына әртүрлі деңгейде әртүрлі сараптама дейма толкование береді. Мысалы, жоғарғы бизнесмендер, саясаткердің өзі неше түрлі ғой, бізде біреу былай айтады, ой, керемет еді, мынадан ана саясаттан бастасақ, біз былай болып кетер едік деп. Ал сол кезде мен дәл сол кезде облыс әкімінің бірінші орынбасарымын, орталық Қазақстанда ең өнеркәсіп дамыған облыста. Жаңағы біз 97-96 жылдары халыққа 6 айдан 1 жылға дейін пенсия төленбедік, зарплат жоқ дейді ғой. Жезқазған облысында бір күн болған жоқ, сағат сайын төлеп отыратын. Қай пенсионер қай күні қай сағатта ақшасын алатын. Өйткені себебі алғашқы кезде өнеркәсіп мықты, анау жаңағы қалай дегенмен де мыс артылып жатыр. Түсетін валютаның 25% облыстың өзінде қалатын. Тамаша болған. Қараңызшы. Мен соны білемін, ақты білемін. Бізде Жамбылда болған жоқ. Иә. Жалғыз Жамбыл емес, жалпы Қазақстанда сондай болды. Мына қиыншылық болды сондай. Так? Сонда мен жаңа бекер айтып отқан жоғым. Бізде мынау Жезқазған цветмет, не болмаса жаңағы олар Мәскеуге қарайтын алғашқы кезде. Қазақмыс болды, кейін неге тұрып қалды деп. Мысалға, жаңа мемлекет мен жай қарапайым тілмен айтып отырғаным, мысалы түрегеп жүрміз, жақсымыз. Ауруға шалдықтық, науқас. Өйткені себебі жаңа мен жан-жағымның бәрін жаңа мемлекет құрдық. Ешкімді білмейміз, ана экономикалық байланыс үзілді. Келетін ақша жоқ, мынау экспортталған ақшадан. Табыстың бәрі көп емес. Не істеу? Адам ақша жоқ қой. Анау жердің астындағы жатқан байлықты шығару үшін не керек? Оған инвестор керек. Инвестор несімен келеді? Ол ақшамен келеді. Так? Ол ақша жұмыс істегеннен кейін барып, жер астындағы байлық үстіне шығады. Ол үстіне шығып, қаншама этаптан алдын бірінші шыққаны, мына горно-обогатительный рудниктар деген болады, кен байыту рудниктар. Сөйірден бастап, үгіткеннен бастап, қаншама өңдеуге келеді. Мынау завод фабриканың іштегі дайын өнім болып, ол мыс болып, ол темір болып, ол алюминий болып, ол минерал тыңайтқыш болып, ол фосфор болып, жаңағы анау шетелге кеткенше бәр ақша. Сондықтан алдымен қаражат керек болып қалды. Анан ал егерде қаражат болмаса, ауру адамды осылай отырып ауырсақ, біз түрегеп тұрып түсіп кеткен ручкамызды аламаймыз. Әрине. Мына тізе ауырса ауру адам. Сау адам лып етіп алып келеді. Саулық деген сөз адамның, ол ақшасы бар адам. Енді ұсылы бұлай салыстырмалы түрде. Сондықтан алдыменен мемлекетке қаражат керек болды. Ол үшін экономиканы көтеру керек болды. Әрине, көп қалмаса да сол ертерек, сол экономикамен қоса сәл есті жиғаннан кейін қазірдің елдің талабының бәрі айтады. Неге біз алдыменен жаңағы саясатты қойуымыз? Жалғыз саясатпенен елмен сөйлеп, әртүрлі жағдайын бергенменен ақшаң жоқ болса, жағдайың жоқ болса, ол бұдан да арғы неше түрлі қисынсыз жағдайлар туады. Сондықтан әр нәрсені өзінің орнымен пайдалану керек деп мен ойлаймын. Экономикамен қатар, дәл жаңағы алғашқы уақытта мықты қол керек. Тегеурінді мықты өзінің нақты халық үшін елдің жағдайын ойлап шешім қабылдау деген оңай шаруа емес. Ол жалпы бүткіл мемлекеттің, республиканың жағдайын. Сол экономика түзелген шамада жаңа халықта мынау реформаны, саяси реформаны жасап, соны қатар жүргізсе, мүмкін дұрыс болар еді деп қазір ойлаймыз. Оны бас салып, ана саясат қалып қойды, реформа қалып қойды. Әрине, онысы рас, халықтың талабы бекер айтпайды ғой. Сол қатар, берісі қатар жүру керек еді. Иә.
деп ойлаймын. Рахмет. Енді Бөрбай сіз мына Жамбыл облысын басқарғаннан кейін Өзбекстанға елші болып кеттіңіз, одан кейін құрметті еңбек демалысына кеттіңіз, одан кейінгі тыныс тіршілігіңізден халық бейхабар. Сіз қазір қайдасыз, не істеп жүрсіз? Рахмет, аман есен жүрміз. 10 жылы 2 қаңтар күні ғой деймін. 2010 жылы президенттің указы шықты. Сол Өзбекстанға елші болып тағайындау жөнінде. Күн былайша айтқанда 6 жыл сол жерде қызмет жасадық. Елші ретінде. Оның өзінің қыр-сыры, өзінің жұмысы, өзінің ол жерде өз қиындықтары бар, болған деңгей өте жоғары болу керек, әрине. Исламов Каримов ақсақалды марқұм. Ол кісінің қандай президент екені бәрі біледі. Ол кісі, мен сізге айтайын, сол маған дейінгі ма, менің кейінгілерден ба, менің алдымда да 5-6 елшілер болды. Бәрі саяси қызметте ысылған адамдарды жіберіп отырды Нұрсұлтан Әбішев. Өткен себебі Ислам Каримов ол қазақша айтқанда мына адамменен сөйлеспейді. Ол өзінің деңгейіне өзі мықты адам ғой ол енді. Елшінің де деңгейі мықты болуға келген мемлекеттің өзінің солай. Сондықтан алғашқы кілең министрлар жіберіп отты, обкомның хатшысы, бірінші хатшысы болған, әкім болғандарды жіберіліп отырды. Өзбекстанмен жұмыс істеудің өзі сол кездерде аса оңай болып тұрған жоқтығын. Әрине оның өзінің қыр-сыры бар. Құдайға шүкір 6 жыл уақытысымен қызметін істеп, осы Зейнет жатқа шықтық. Одан кейін келгеннен кейін мынау ауыл партиясы құрылды бұрынғы, осы 15 жылдың күзінде ғой деймін. Соған ауыл партиясының республикалық, мынау халықтық демократиялық ауыл партиясы дейді, соның хатшысы болып сайландым. Сонымен қатар 16 жылдың апрелінен бастап мен мынау 22 жыл, 5 жылдай мынау біздің Алматыдағы ауыл шаруашылық университеті бар, бұрынғы ауыл шаруашылық институты ғой, соның ректорының кеңесшісі және департамент мемлекеттік мынау жекеменшік қарым-қатынас жөнінде дамыту жөнінде департамент бар, государство-частное партнерство. Сонда департамент басшысы болып, Тирия дейміз ғой жаңағы, ректордың кеңесші болып қызмет атқардық. Мұны 2 жылдай болды. КНБ-дасыз ба? Жоқ. 22 жылдан бері сол оның қызметті тапсырып, жас та келді, біраз демалу да керек. Биылғы жылдың 3 қаңтарынан бері қарай қазір бізде Қазақстанның ұлттық аграрлық академиясы бар. Национальная академия аграрных наук дейді. Соның вице-президентімін. Тамаша. Бұрынғы ауыл шаруашылық академиясы деген болған, естеріңізде бар. Бұрынғы Ғани Алимович Калиев деген ағамыз болған, қайтыс болды. Ұзақ жылдар соны басқарған, сол академияны. Қазір ұйымдастыру құқықтық формасы өзгеріліп, Қазақстан жаңағы аграрлық ұлттық академиясы болған, осы биыл. Сонда қазір қызмет жасаймыз. Жаңа өткен себебі уақытысында біз өзіміз жаңағы
экономика ғылымының кандидатын қорғап, 2000 жылдың басында, ол өзі маған көп өзіме көмекте, пайдасы тиді, білім жөнінде қызмет істеу. Ол мен мынау елші қызметін атқарып жүргенде өте жаңағы Өзбек Республикасының жаңағы әлгі су саласындағы ғалымдарменен бізден көп байланыс болып тұрды ғой енді. Қырғыздар, өзбек, ар жағы тәжік бар, бәрі сол аяқтағы мынау Сырдариядан келетін. Сол су саласындағы ғалымдармен былайша айтқанда терезесі тең сөйлесу үшін сол білімдерім маған өте пайдалы болды. Міне қазір сол бір жағы өзіме де дұрыс бүгінгі заманның ағымынан ғылым жөнінде қатарласып жүруімізге де, сонымен айналысуымызға да бізге көп өзіме жақсы, өзіме пайдалы араласып қызмет жасап жүру сол. Рахмет. Бір баяғы өзіңіздің саналы ғұмырыңызды елдің дамуына арнадыңыз. Жаңада айттық қой, барыңызды бердіңіз халыққа. Мына елдің қиын кезінде, шын мәнінде тәуелсіздік алып, экономикалық құлдырау болып жатқан кезде ел басқардыңыз. Ол кезде оңай емес. Қазір қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманның өзінде халық наразылығын білдіріп жатады. Кей әкім сол жағдайдан ситуация дейміз ғой, шығып жатады, кейбіреулер шыға алмай халықтың сынына ұшырап жатады. Бірақ сіз сол сындарлы кезеңнен сүрінбей өттіңіз деп есептеймін. Өйткені өткеннің бәрі тарих, оның бәрі жазылған, оның бәрі қатталған дүние, оның бәрін оқып отырмыз, көріп отырмыз. Сізбен қызмет жасаған адамдардың арасында қазір бізде жүрміз. Өз қызметіңізді адал атқарған тұлға деп есептеймін. Саясатта өзіңіздің қолтаңбаңыз қалды. Халық анасының адал сүтін адал емген деген ұлдардың бірі бола білдіңіз деп есептеймін. Аман болыңыз аға, қайда жүрсеңіз де тұғырдан таймаңыз. Зейнетке шықтым деген сізде ол тек құжатта ғана ғой. Әлі сіз халыққа қызмет етіп келе жатырсыз. Әлі де сіз қазаққа керексіз. Ауырмаңыз, аман болыңыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымыз өзінің мәресіне жетті деп ойлаймын. Қазақстанның тәуелсіздігі тұғырлы, елдігіміз мәңгілік болсын. Алаш серттен таймасын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек сау болыңыздар дейміз.